Бәріңе сәлем достар, сіздермен бірге мен Мойти каналы. Бүгінгі видеода біз Майнкрафт выживанияның уже 10-шы бөлім жалғастыратын боламыз. Міне достар, қазір жаңа достар топ-комментаторға тағы бір адам қосылды. Айтып өткендей, алдыңғылары и жаңадан қосылған ол Голливуд Мықтыбеков деген адам. Ол да жақсы комментарий постоянно жазып тұратын еді. Сол үшін енді басқаларда жазып жатыр, бірақ әр видеода бір адамнан ғана қоса аламын. Сол үшін тағы да комментарий жазыңыздар, мен оны оқып жауап беретін боламын. Және бүгінгі видеода біздер достар арғы аралға мына осындай әдемілеп түзеледік, мына жердің бәрін. И сол жаққа әдемі қылып жер асты үйін соғатын боламыз. Ендеше кеттік, барайық. Жүз барайық. Неге құмдар кетіп қалыпты. Енді қазір осындай қылып әдемі қылып соқтық достар, міне. Соқтық болғанда түзеледік. Осындай үлкен екі негіз осы жер, осы аралы. И мақта сундықта заттар бар, бізге керекті заттар осындай. Осындай көп түрлі заттар бар. Та бір күрек аласау. Бір күрек аласау. Алдым ба? Ал енді мына жерден бастап соғатын боламыз. И және де видеоны тездететін боламыз, өйткені осы жерді қазу үшін ұзақтау болады. Сол үшін кеттік. Мінекі достар, осындай қылып әдемі қылып, үлкен қылып қаздық. Мынаяқтан 10-да 10 қылып и бектік 7 қылдық. Негізі 6 болу керек, өйткені біз астына пол қоятын боламыз. Оған ағаш керек. Мына ағаш әкелдік. Мен бірден қойып шыға берейік. Тездет, және осы жақта кішігірім лестница сияқты істеп тұрдық, кейін онда алып тастайтын боламыз. И мынаны тезірек қойып тастай берейік. Ағаш, бізде қазір ағаш қанша? Сәл жетпей қалды ғой что-то. Сәл басып алайық. И бір отсек бар. Мынаның астында алып тастай берейік. Асты еткен керек болмайды уже бізге. Астына алып тастаймыз мынаны. И бұған қанма ағаштар қойып тастайық. Аласаш. Әгіл өзім алсам. Болды. Давай. Енді бізге мына бұрыштарын енді кәдімгі ағаштар қойып шығамыз, үлкендеу. Бірден қойып шыға беру керек еткен бізге. Давай. Ол үшін бізге видеоны тездететін боламыз достар. Мінекі достар, осындай ағаштарды қойып шықтық, әдемілеп. Бұған көп ағаш кетті, 4 алып сұртты ағаш бар кетті. И және де бұның екі жақтан кіретін қылып істейміз, мына жақтан. Бұл видеоны мен негізі ютубтан көретін болған, сол үшін. Соны өзім ұнаған соң осында істейтін болып шештім. Қазір әр 2 блок сайын қойып шығайық. Бізге 2, мына жағын 2. И мына екі жағын қазатын боламыз енді. Тоқта. Мектен енді 1, 2, 3, 4, 5 дейін кейін. Мына жаққа бұлай. И ар жағына да сондай қылып қойайын өзім. Бұған енді 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Ағаш қоямыз, енді бұл жақты қазатын боламыз. Қазір тоқта, примерно мына алып тастаймыз қайтадан еткенімізге. Бұлай алып тастаймыз, лестница сияқты қылып істейміз ғой қазір. Екі жақтан кіретін қылып істейміз, әдемілеп. Және достар, видеоны ұнап жатса қазір лайк басып қолдап қойыңыздар мені. Өйткені лайкпен қолдай аласыздар. Мына жақтан бастап көретін болса, тағы төбеге шығара бер. Мен мына жағын северім. Мына былай.
төбесін алып тастай береміз уже. Уже керек емес болады бізге. Қазір мына жағына енді былай тұрады. Бір ағаш керек бізге енді. Былай. Енді бізге не керек? Лестница керек қазір. Лестницаны алып келейін. Яқты дайындап қойғам. Бұған енді былай ауыстырып қоя тұрайық. Осы жағына әдемілеп қоямыз енді. Достар, әдем болып келе жатқан сияқты енді. Тезірек септсайық осы жағын. Сен қазір екі жағын істей бересің ау деймін. Осы мына екі жағын көріп тұрсың ба? Ағашпен емес, таспен. Бозы. Тас алып кетті. Әдемілеп істей бересің ғой өзің. Мен анда лестницаға қойып шыға берейін. Әдемілеп. Мына жағына ағаш керек болады. Мынаны алып тастай салайық қазірге. Бұл көрмені тағы бізге. Ағаш қойын дедім. Бәсе. Енді екі бұрышына қойып тастаймыз. Енді бізге полблоктар керек. Қазір верстак бар мияқта. Тезірек полблоктар септсайық. Бізге қазір қанша керектігін білмеймін, бірақ 54 жететін шығар білмеймін. Қазір көрейік сол үшін. Ой, полблок қоямын деп шатасып кеттім достар. Енді бұрыштарына осы беттеріне қойып шыға береміз. Жерді қазып кетті сәл. Кейін уже кеш батып отыр. Ұйықтаймыз да не істейміз қазір. Енді төсегім өзінде. Давай, ұйықтайық. Төсегім бар ма? Жаттым мен. Қазір тезірек ұйықтап алайық. Аспан қандай әдемі болып тұр, ә? Тезірек ала салайық уже. Керек емес. И мына жағына да қойып шығайық. Осыны астына ала бересің. Әдемілеп тез қойып тастайық. Мен ойымша әдем болып келе жатқан сияқты достар. Сіздердің ойларыңыз қалай? Мына жетеді деп ойым қазір. Полблоктар. Мына жақ қалып кетті қазір. Жақсы істеп қойыпсың. Екі жақтан кіретін қылып істедік. Енді қазір бұрышын жабамыз да. Былай. Астына қайтадан полблок қоямыз. Мына жағында солай істепсейін. Сен төбесін жаба бер. Әйнек бар ғой, сундукта. Ол енді әдем болды. Енді қазір бізге не істеу керек еді? Қазір. Кнопка сияқтысын не дейді? Отырып. Сонда істеу керек, бізге тас керек ол үшін. Олай емес. Что-то істелмей кетті. Бірақ мақұл. Сундукта бар. Сундукта? Не бар? Плита керек еді как раз. Атын есінен шығарып тұрмын ғой. Тамақты жеп алу керек қазір. Тамақ бар шығар? Баны көргенде бар еді. Нан бар еді. О, жақсы. Қазір нан алып алайық. Жаман тез жанымыз келіп жатыр ғой. Етіміз деген ғой. Шаршағаннан шығар. Әрбір осындай беттеріне қосамыз. Әдем болып жатыр қарасаңыздар, достар. Бәрі жағына қойып шығамыз. Әйнек жетпей алдым міне. Істей сал. Үйде де бар еді, по-моему. Мына біздің үйіміз. Мынандай жетпей алатын сияқты что-то. Плита. Біреу істей сал бұл. Біреу ғана жетпей алды. Енді бізге қазір. Бізге ағашымыз бар. Ағашқа енді қоя қоямыз да. Кіретін есік сияқты істеу керек енді.
төртеу отырттық. Енді бұны екі жақтан. 2, 2, 3, 3, 4 қылыртамыз енді мынаны. Тура жетті достар. Енді достар мынаны тезірек қойып тастайық. Жан жақты уже почти болайын деп жатыр. Екінші жағына қоямыз. Ішін сәндеу ғана қалатын болады енді бізге. Міне адам қойдық. Енді ішіндегі заттары керек бізге ол үшін. Яқтап нан алайық. Не еді анан? Люк істей аласың ба? Мінекей достар, қазір ішін істедім. Өйткені видеоны тездету керек болды, әйтпесе ұзақ уақыт болып кетті. Қарағанда осындай болып көрінеді, әдем болып. Мына төбесі, әйнек әдем көрінеді достары. Екі жақтан көреміз. Давай енді қарағанда қалай көрінетінін көрейік. Міне ішінде осындай әдем маяқта сундуктар, пешка, маяқта верстак бар, кроваттар бар. В общем, әдем болып соқтық осының ішін бәрін. Ұзақ уақыт кетті болған. Сол үшін видеоны тездеттім. Кәдімгі енді азанда қалай көрінетінін көрейік. Сол үшін ұйықтап алайық қазір. Как раз ішінде кровать бар. Неке азанда осындай көрінеді. Қазір сыртқа шығып көрейік. Міне осындай. Маяқта плиталарды қойдық. Әйнекпен әдем көрінеді достары. Осындай. Және көп заттар кетті міне. Артық заттар қалған заттар. Киімдер кимеппін ғой. Осындай. Және достар, бүгінгі видео ұнаса лайк басып кетіңіздер. Арнаға жазуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған мен Мойти. Қош сау болыңыздар.